Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен бірге шоколадты печенье дайындаймыз. Ол үшін үй температурасындағы сары майға қантты қосып миксерлейміз. Одан кейін бір жұмыртқаны салып тағы да миксерлейміз. Ұнды, какаоны және қопсытқышты електе араластырып аламыз. Массамызға жайменен қосып отырып миксерлеп араластырамыз. Бірінші миксермен, одан кейін жаймен қолмен илей бастаймыз. Яғни қамыр илейміз қолмен. Противеньге пергамент қағазымызды салып, дәл осылай домалақ етіп, құрт сияқты қылып домалақтаймыз. Өстіп мен сияқты домалақтайсыздар, яғни құртты айналдырған сияқты екі алақанмен домалақ етіп жасап, арасын ашық етіп саласыздар. Мен басында арасын осындай істеген, одан кейін арасын ашық саласыздар, өйткені печенье жайылады. Сол үшін арасын ашып салуларыңыз керек. Дәл осылай домалақ етіп, жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Одан кейін қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. 20 минут пісірсеңіздер жұмсақ, 25 минут немесе жарты сағат пісірсеңіздер осындай менікіндей қытырлақ болады. Өте керемет, хрустящий, қытырлап тұр. Балдарыңызға жасап берсеңіздер болады. Ас болсын.